Сәлем достар, бұл Норвегияның үйреншікті ауа райысы. Бүгін 7 тамыз, біздерде ауа райы осындай. Қазір кішкене жаңбыр басылып, одан басқа бір жұма бойы қоймастан жаңбыр жауып, біздер кәдімгі сыртқа шыға алмай отырдық. Жауын және қатты жауын сондай. Бүгін 16 градусты көрсетіп тұр, бірақ бұл 16 градус мына жел, қатты желдің арқасында 11 сияқты сезіледі. Кішкене оралдықтарға, ыстылықтарыңа салқын ауаны жіберейін деп. Онан басқа айтып жатыр Оралда тұратындар. Мұнда қатты ыссы деп. Ыстықтан тіпті не істерімізді білмейміз деп. Шынымен ыстық дейтін кісіге біздер болдық қана Европа жақта. Сонда 32, о жақта енді ылғалдылық жоғары болғасын. Олардың 28-32-лері кәдімгідей 50 сияқты сезіледі. Сонда кәдімгідей қатты қашап та қалдық сол ыстықтан. Қазір мынандай өзіміздің жаңбырға плашымызды, ішінен дейтін жылы кофталарымызды киіп жүрміз. Ого! Біздерден алыс емес жерде мынандай Ставангер кафе Бреннери деген бар. Мына жерде адамдар тапсырыс береді де, ол тапсырыстарын дайындап қояды, сосын әркім өзі келіп оқып алып кетеді. Қызық бір. Ішінде білмеймін, кіріп іше алмайтын сияқтысың. Тек осындай өзімен бірге алып кететін жаңағы қызметі бар. Ескі ғимаратта орналасқан Ставангерден алыс емес жерде мынандай машиналар бар екен өздерінің. Неше түрлі қызық қызметтер бар. Мына солтүстік теңізі біздің жақтағы ақ құмы бар жағажайға қарай жақындап келе жатырмыз. Үйлер жан-жағымызда. Қазір жағажай жақтағы күшті үйлерді көрсетеміз. Норвегияның жазы осындай, міне алдында ыстық күндер тұрған. Біздер маусым айында, шілде айында біз ол кезде Евротурда жүрміз. Ау? Жүр, суйынға. Мына жақта күшті үйлер бар. Әдемі үйлер. Скандинавтық стильде салынған. С видом на море дейді ғой. Үйлер бар. Шөптерін қарасаңыздар, роботтар бар арнайы. Сол роботтар жұмыс жасап, мынандай керемет түп-түзу қияды. Шөпті қырқып осылай түп-түзу етіп. Қыздар мына жердегі альпиншек бар, бір қолдан жасалған, соған барамыз деп тұр. Соны түземін деп. Қазір папамызда жұмыстан шығып келе жатырмын дейді бізге қарай. Мына жаңағы айтқан мен сіздерге ақ құм дегенім, мынау. Құм деп құмда емес, бұл дейтін бір түрлі. Ракушка дейді ғой, қазақшасын білмеймін. Ракушкаларды уатып әкеліп тастаған сияқты бір түрлі. Солай көрінеді. Бірақ осында ақ құмы бар жағажай дейді өздері. Таулардың арасында орналасқан мына ақ ғимаратты көріп тұрсаңыздар, ол деген
жеке ауруымен ауыратын адамдардың ауруханасы көрінеді. Біз бір рет сол жаққа барып көрдік, өте керемет. Айналасы тауларға шығып жүргенде. Пирстары бар мысалға. Тағы бір ақ құмы бар, жағажай. Бірақ құм деп құмында емес ол. Мына жаңа айтқандай, ана ракушкаларды уатып істеген сияқты солай көрінеді. Мынау құмға да ұқсайды. Осы жерде біздерде ақ құмы бар жағажайда күн шығып болғанда алыс емес жерде тұратын тұрғындар келіп шомылады мына жерге. Мына жердегі ақ құм кәдімгі суға еніп жатыр. Мына жерде қарасаңыз сол күшті бір реңк беріп жатыр суға. Ақшыл. Ал мына жағажайдағы күшті үйлер дегенім керемет бір-бірінен стилі бойынша бір-бірінен асқан үйлер. Жақыннан түсіре алмадым. Түрлі скандинавиялық стильде салынған керемет үйлер. Олардың көбі ағашпен әйнектен жасалған. Осындай бір шағын жағажайымыз бар біздің. Жалаң аяқ жүрсе, қандай құмда біздер аяқ киімдерімізбен, плащтарымызбен осылай жүреміз. Мынандай балдырлар шығып қалған. Иә. Жұрттар жалаң аяқтарын түсірсе, біздер ботинкілерімізді түсіреміз.